Айдана ма? Айдана, даусың шықпай тұр ғой деймін, иә? Мына жерде кейбір бауыр. Қаз. Сәния немде көрсетіп жатсың, кәне. Б мен С А-ның бір жағында, және С мен Д А-ның бір жағында. Я, Жания, дұрыс, бәрі бір жағында тұр, я, А-ның. Апай, мен сізге чатқа салдым. Аха, осы дәлелденді деген сөз емес пе, я? Келесі. 71-ші есеп. Біреуің оқи қойыңдар. 72. Оқи қойыңдар. Периметрі 48 сантиметр. Оның қабырғаларының қатынасы 1 және 2 қатынасындай. Қабырғалардың ұзындықтан табыңдар. Тағы да бізге тіктөртбұрыш керек екен. Оның периметрі дейді. П деген периметр деген немене ол? Барлық қабырғаларының? Иә. Ұзындықтарының қосындысы. Иә. Периметрі 48 деп берді. Тағы да ұзындығы мен енінің қатынасын берген 1-дің 2-ге қатынасындай деп. А-ның Б-ға қатынасы тең 1-дің 2-ге қатынасындай. Ол деген сөз керісінше енінің ұзындығына сияқты, иә? Әдетте ұзындығы үлкен болмай ма? А-ның Б-ға қатынасы тең 2-ның 1-ге қатынасы деп аударып жазайын. Әдетте ені ұзындығынан қысқа болатынын білеміз ғой. Енді онда не деген сөз? Мына жерде ені бізде егерде 1х болса, ұзындығы неше х болады деген сөз? Балар? 2х болады. Иә, 2х болады деген сөз. Вот. Енді болды ғой, осы белгістерден пайдаланып, 48-ді пайдаланып, қабырғаларын табуға болады. Естейміз, ал айта ғой.